Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шугаринг жасайтын боламын. Подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыз, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Ең бірінші бізге шугаринг пастасы керек. Осындай қатып қалған күйде болады, оны микроволновкаға салып, 1 минут көлемінде осылай жылытып, ертіп аламыз. Екінші этап ол өзіңіздің шугаринг жасайтын қолыңызды болмаса аяғыңызды осылай тазалап аласыз лосьонмен. Жақсылап тазалап алғаннан кейін осылай присыпка себесіз, присыпка, талк кез келген бола береді үйде. Үйде бар затыңызды қолдансаңыз болады. Қолыңызға шугаринг пастасын алып, кішкене жылытып аласыз қолыңызбен, өз қолыңызбен бірге. Одан кейін түктер өсетінге қарама-қарсы жағасыз шугаринг пастасын. Міне видеода көріп тұрғандай, жүн өскенге қарама-қарсы жағасыз. Пастаны алған кезде керісінше, қарама-қарсы жаққаннан керісінше осылай алатын боласыз. Өте оңай тәсіл, мануалды тәсіл деп саналады. Одан кейін бәрі біткеннен кейін крем жағуды ұмытпаңыз. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай тәсіл.